шаршамай ақ ұтылып қаласыз ұтылатын кезде. Шаршап та үлгермейсіз, приемна түсіп қаласыз, бітті. Ішіп алып рисковать еткенше, менің өз позициям менікі дұрыс. Бейбіттікі өзінікі дұрыс. Қазір барып акиматқа кіргізсеңіз, ол не жұмыс істейді, былай қарасаңыз. Кейбір ауылдарда жағдай әлі де төмен, оны жасыратыны жоқ. Жалпыламай келген кезде біздің Қарағанды мықты. Бұл Қазақстанымыздың жаңағы тәуелсіздігі. Маған енді өзім уайымдайтыным, ертең жаңағы мынау Украина сияқты, мынау Крым сияқты сондай болып кетпесе екен дегендей жаңағындай. Қандай әкесіз? Қатал сияқтымын негізі. Мынау енді бізді менсінбей тұрма деген сияқты болып кетеді ғой бір өзі бір адамды. Күресті қойғаннан кейін кейбіреулер охранник болып кетіп жатыр. Дзюдоның тәртібі қалай? Қазақ күресінің тәртібі сондай болды қазір. Өзіммен 10 жас бала бетіме қарап күліп тұрса, кішкене намысшыл болады, ұят нәрсе қойшы құрсын, мен лучше мына жағына жүре берейін деп. Армысыздар, құрметті көрермендер. Алаш Лайф бағдарламасының кезекті санын назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағы Арқаның мақтанышы, Қазақстан барысы 2018 турнирінің жеңімпазы, халықаралық спорт шебері Ержан Шынкеев. Қош келдіңіз, Ереге. Қош келдік. Қалыңыз қалай? Алла деп, жақсы жүріп жатыр. Енді бүгінгі сұхбатымызды дәстүрлі сұрақтан бастайық. Туып өскен жеріңіз, балалық шағыңыз қайда өтті? Мен негізі өзім жаңағы мынау бұрын Ағадыр ауданы болды ғой. Сол жақта Босоғал ауылында тудым, 1 жасыма дейін тұрдым. Одан кейін Қарабұлақ ауылына көшіп кеттік. Әкемнің жұмысы бабымен. Сол жастық шағым, кішкентай күннен бастап Қарабұлақта өстім. Күреске қалай келдіңіз? Күреске біз сол Қарабұлақта 9 классқа дейін оқыдым. 9 класста қалаға келдік. Сол қалада сол бірінші рет күреске жаңағы әкем өзі алып барды. Біздің бір нағаш ағамыз болатын, туысқанымыз, Картай Омаров деген кісі. Сол кісіге алып келді. Сол кісіден бастадық. Бірінші бапкерім сол кісі. Жақсы. Ауылда мүлдем күресіп көрген жоқсыз? Ауылда күресіп көрмедік, өйткені ауылда ондай жағдай болған жоқ күресетін. Кішірек ауыл болғаннан кейін. Негізі бала кезіңізде кім болғыңыз келді? Енді бала кезімде негізі сол өзім күреске жақын болдым, өйткені көрші үйдің балаларымен болсын, школда болсын, бәрімен күресіп жүре беретінмін өзім. Сол жаңағы осындай кішкентай күнде өзімде күресші болам деп солай. Сол арманым. Негізі былай бала кезіңізде төбелеске құмар жігіт болдыңыз ба? Енді бала күнде бәрі төбелесе бердік қой, енді ойнап бара жатып әр жағы төбелеске жалғасып кетеді. Енді олай, енді қалай айтсам болады. Енді ондай қатты не болған жоқ, бірақ болды енді, часто бұлай болып тұратын. Сыныптың нешінші атаманы болдыңыз? Бірінші атаман. Бірінші атаманы болдыңыз? Бірінші атаман болдым. Жақсы, ал өзі мамандығыңыз қандай? Юрист. Жұмыс істеп көрген жоқсыз мүлдем мамандық бойынша? Мүлдем жұмыс істеп көрген жоқпын, оқыдық, болды. Жақсы, енді ең есіңізде қалған үлкен жарысыңыз қандай болды тұңғыш? Қай жылы, қай жақта? Мен енді жаңағы ең тұңғыш жарысым 2001 жылы. Енді біз жаңағы осы Қарағандыда дайындалып жүрдік, ешқайда шыққан жоқпыз, жаңағы кішігірім жарыстарға бардық, жаңағы Теміртау, мынау. Содан біз мынау юноша дейді, жаңағы жасөспірімдердің арасында Ташкентте жарыс болған Өзбекстанда. Сол жерге барып 3-ші орын алғам. Сол жерде жарыс жаңағыдай үлкен залды бірінші рет көрдім, кішкене. Сондай бір есімде қалған күндер сондай болды да. Жаңағы жарыс, күрес татамиға дейін барғанымды біле қоймаймын, уже күресіп жатқан кезде уже есімде жинап сондай бір таң қалып, сондай бірінші көргенде, сондай сол өз бірінші көрген есте қалады дейді ғой. Солай сондай үлкен жарыс сол Ташкентте, сол жарыс есімде қалған. Ол дзюдодан болған жарыс қой? Дзюдодан. Жақсы, ал енді 2012 жылы Лондонға барып келдіңіз Олимпиадада. Қандай сезімде болдыңыз? Енді уже ол Олимпиадаға барған кезде біз ол Олимпиадаға алдынан. Енді әрбір спортшының арманы сол Олимпиада ғой негізі, ең биік арманы. Енді оған дейін дәл үлкен тер төктік. Одан жаңағы лицензиясын алдық, Алла бұйырды. Содан ол жарысқа бардық, ол жарыста жаңағы Олимпиадада. Енді ол жерде де жаңағыдай
үлкен жарыс екен, ол жаңағындай бір, қалай айтсам болады, ол енді үлкен масштабта дейді ғой, жаңа республиканский дейміз, бұл андай мировой сияқты ма, бір үлкен әлемдік деңгейде. Ол енді біз алдында жаңағы әлем чемпионаттарына да бардық, олардың бәрі ондай, жаңағы ауа райы ондай емес та, ана жердің ауа райы уже басқаша болады кішкене. Жаңағындай үлкен жаңағы опытпен бармаса, былай бара саған ол қиын болады екен негізі. А негізі сол олимпиадаға барған кезде қай елдің балуандары мықты екен сіздің ойыңызша? Енді ол жаңағы дзюдодан ғой, сіз айтып отқан. Дзюдодан ең бірінші мына өз дзюдоның шыққан жағы жаңағы Япония ғой, Япония мемлекеті. Одан кейін жаңағы Европадан, Франция, Германия, Европаның бәрін айтуға болады мықты деп. Өйткені ол жақта футболдан кейінгі тұрған спорт вид қой, дзюдо. Ең бірінші футбол, одан кейін дзюдо. Біздің басқа жақтарда жаңа хоккей, анау мынау кетіп жатады ғой. Ол именно Европада ол жаңа дзюдо қатты дамып тұр. Жақсы. Енді қазір өзіңіздің 2 балаңыз бар. 3 балам болды. 3 бала. Құттықтаймыз. Жақын арада ғой, иә? Жақын арада. Бауы берік болсын. Ұлыңыз күресіп жүр. Өзінің таңдауы ма, әлде сіздің ақылыңыз ба? Енді жаңағы бұл жерде енді балада мен өз жас үйлендім да, балам өзіммен бірге өсті десем болады. Ол жаңағы мен жарыстарымды көріп өсті. Уже есім біледі, уже қазір уже қарасаңыз 6-7 оқиды. Ол енді мен олимпиадаға барғанда да ол бала 6-7-де ол бәрін көріп отырды. Содан кейін ба деймін, күреске өзім барам деп ол өзі сөйтіп келді. Енді оны жаңағыдай мен қинаған жоқпын, бар деп. Яғни ең маңызды жанкүйеріңіз сол сіздің ұлыңыз. Жақсы, енді ең қиын белдесу кіммен болды сізде? Қай жерде болды? Общий жарыстардың арасында да. Жалпы. Есіңізге бірінші түсетін. Ең бірінші, ол ең қиыны мынау Германияда гран-приде 3-ші орынға таласқан кезде жаңағы мынау олимпийский чемпион біздің Раков Максты ұтып кетті ғой, сол Лондонда, Риода да ұтып кеткен жаңағы палуан. Ол осы Риода олимпиада чемпион олимпиада болған. Сол баламен 3-ші орынға кездесу болды. Сол кезде кішкене қобалжып жаңағындай сол балаға енді қарсы әдістер дайындап, енді бір қалай айтсам болады, енді өзім ішімнен ұтам деген сезімде болдым, ұту керек деп. Өйткені әрбір қазақтармен 3-4 қазақпен кездесті, олардың бәрін ұтып келе жатыр. Енді ол жаңағындай біздің бапкерлерде бізге айтады ғой, жаңағындай енді жаңағындай не етеді бізге, қамшылайды. Оған қоса намыс бар. Иә, намыс бар. Сондай мен солай қатты намысыма тиіп, сөйтіп бұны ұту керек деп, сол кезде енді бір сонымен күрескен бір 5 минут, бір сағат күрескендей болды енді. Соны жаңағы, тем более бас кезінде мен ол баланы жаңағыдай приемға тастап, оценкамды алып алдым. Одан кейін маған жоқ, уақыттың тез өткені дұрыс та. Ол уақыт өтпейді жаңағы, бір сағат күрескендей боласыз. Жеңдіңіз ғой түбінде? Жеңдім ақырында. Үмітті ақтадыңыз. Иә, сонымен сондай бір қиын кездесулер болады. Оңай кездесуде болады, мықты бала болады, бірақ тез ұтып жібересіз. Бір әдіске түсіп қалады айлаға. Ол мықты бала, бірақ шаршап та үлгермейсіз. Бір 10 секунд күресесіз бітті. Бірақ ол бала мықты бала болады, түсіп қалады. Бірақ ол баламен кейіннен басқа жерде кездессеңіз, ол баламен сіз ұтылып қалуыңыз мүмкін, или до конца күресесіз солай шаршап. Енді бұл дзюдо сондай күрес, ол андай қателігін кешірмейді дейді. Жаңағы шагты дұрыс жасамадың ба, уже ұтыласың. Жақсы, енді допинг мәселесіне келетін болсақ, дзюдода өзі допинг қолдана ма балуандар? Енді бұл дзюдо, бұл жерде допинг балаға, мен өз ойым, бізде дзюдоисттер қолданбайтын себебі, бұл дзюдоға бұл көмектесе қоймайды. Мен өз ойым. Өйткені бұл жерде ол допинг деген адамның выносливосін көбейтетін нәрсе. Ол жаңағы жүгірші шаршаған білмей жүгіреді. А күресте ол сіз ол шаршамай ұтылып қаласыз ұтылатын кезде. Шаршап та үлгермейсіз. Приемна түсіп қаласыз бітті. Даже
ол дзюдо ол жаңағыдай не сияқты ғой. Бұл прием жасайды да түсіп қаласыз. Иә. Ол жерде жаңағыдай ограничение уақыт жоқ. Обязательно мысал үшін мысал үшін велосипед тепкен кезде дистанция бар ғой. Немесе жүгірген кезде. Иә, жүгірген кезде 200 метр. Соны өтіп шығу керек шаршамай. Бізде ондай жоқ. Бізде күрес 5 секундтан бітіп қалуы мүмкін. 5 минут күресіміз мүмкін. Таза құласа, иә? Иә, таза құласа ол 5 минут күреспейсіз. 1 минуттен кейін бітеді. Сондықтан өйтіп біздің палуандар рисковать етпейді, өйткені ол күреске қатты керегі жоқ. Ол жаңағы лыжа дейді, жаңағы жүгіріс, бокс, например, бокста да раундтар көп қой. Шаршайды балалар. Сондайды қолдану мүмкін. Енді жаңағыдай ұзаққа. Бізде күресте қолданбайтын себебі ол жаңағындай деп ойлаймын, өйткені бұл жерде былай түсіндіріп кетейін сізге, мынау японецтар кішкентай болады. Европейстер дәу болады. Соларды спокойно ұтып кетеді жаңағы японецтарымыз. Оның күшіне де қарамайды, өйткені ол бұл жерде жылдамдық керек. Техника, бастың... Жалпы тактикаға да байланысты. Тактикаға да байланысты. Бастың, мидың, сіз ана баламен мысал үшін солақай болатын болса, сол балаға солақай қолын отключать ету керек, басу керек, түсіру, солай баспен жұмыс істейтін күресте біздікі. Өйткені бұл жерде көбіне бас керек. Техника, жаңа өзіңіз айтып, сол дұрыс. Ал енді жаңағы басқа видтерге қарағанда, сол үшін бізде қолдана қоймайды көбісі. Өйткені ол бізге оны ішіп алып рисковать еткенше, ол не жоқ та? Жақсы. Ал сіз мысалы осы салаға келіп, бірінші жаттығуға келген кезде, осы салада қай адам сіз үшін кумир болды? Енді мен әлемдік деңгейге танымал. Мен бұл күреске бірінші рет келген кезде, ол жаңағы енді басында қазақшадан бастадық біз. Одан дзюдоға ауыстық. Енді осы дзюдода жүрген кезде мен жаңағы өз үйде жаңағы күреске енді барып жүрген кезде үйде жаңағы радиодан естідім өзім. Дзюдодан 3 дүркін әлем чемпионы Александр Михалин деген бар. О, Россиянікі. Ол сол кезде жаңағы сол жылдары ғой деймін, жаңағы 3-ші турнирді ұтты. Сосын мен сол баланы сразу жаңағы өзінде YouTube жоқ қой, өйтіп көретіндей. Сол баланы есіме сақтаймын да, мен уже жарыстарға уже шыға бастағанда сол кісіні қарап жүрмін. Телевизордан редко көрсетіп қалады, ол кезде көрсете қоймайды. Сондай, соның жаңағы, соның бір күресіне қызығып емес, жаңағы атақ несіне осындай болсам ғой, жаңағы бүкіл жаңағы сөйлеп жатыр. Сондай нетіп сол осылай болсам деп солай өстік та, өйткені бізде кішкене ол кезде енді мынау телевидение деген болған жоқ қой, интернет жоқ. Мынаны көріп ой, мынаны күрес жақсы екен деп ол кезде олай болған жоқ. Бізде жаңағы радиомен жаңағы өзім сол кісінің жаңағындай дәрежесіне таңғалып, сондай болсам ғой деп енді кішкентай кезде армандайсыз ғой. Сөйтіп солай өстік. Жақсы, енді Қазақстан барысына оралайық. 2013-те үлкен бір дау болды, е? Бейбіт Ыстыбаевпен күресіп, 2 жылдық шектеу алдыңыз, е? 1 жылдық. 1 жылдық. Сол оқиғаға кейіннен өкініш болған жоқ па? Жоқ. Жалпы не үшін туындады? Төрешілердің шешімімен сіз келіскен жоқсыз, е? Бұл жерде төреші болғанда, бұл жерде енді ол біреуді былай кінәлай алмаймын, өйткені кінәлай алмайтын. Енді мен күресіп жатырмын, менің қарсыласым күресіп жатыр, Бейбіт. Біз Бейбіт екеміз баяғы заманнан күресеміз. Дзюдодан да күресіп келеміз. Өз жақын достарым бірі ол. Мен ондай жаңағыда кейіннен жазды ғой, екеуі араласпайды екен, оның бәрі өтірік ол. Енді біз екеуміз қатты араласамыз. Бірақ менің өз позициям менікі дұрыс. Бейбіттікі өзінікі дұрыс. Бірақ сыртынан қарасаңыз, Шынкеев басым сияқылды көрінеді. Сайтылы сағын өтіп жатыр. Дәл қазір Шынкеевтің бір әдіс жасаған тәсілі Бөгөкбай және төреші қазір есепке алмаған секілді. Қайталау барысында тағы көреміз. Және төрешілердің пікірмен әрине Ержан келіспейді. Шынкеев Алла, Бейбіт не болғанын өзі білмей қалған секілді. Күрестің майын жегенбіз бәрімізде. Сондықтан да бұл жерде мінекей қазылар алқасы ақылдаса отырып барлығы да
Көрдіңіздер ме қанша адам дауыс бергенін? Сол жерде бүкіл халық болып Ержан Шынкеев келеді бәрімізді. Сонымен құрметті көрермендер, Ержан Шынкеевтің шырылдайтында жөні бар екен. Ол ұпай әдіс жасаған және бапкерлер, төрешілер алқасы, әділ қазылар алқасы Ержанды финалға шықты деп баға беруде. Енді ол бар ғой, адам өзінікі дұрыс. А судьянікі өзінің енді сондай өзінің несі бар. Енді ол үшін мен өкінбеймін, өйткені ол жерде мен әлі күнге дейін мен аузым толтырып айта аламын, что ол жерде мен ұтқанымды. Ол кезде енді Сол кезде енді менің жаңағы ақырғы оценкамды бермей қалып тұр ғой. Артқы уақытта 7 секундқа уақыт қалып тұр. Ол оценканы беріп жіберсе бейбіт ұтылық болады. ұпай санымен ұтып кетті. Ұтып кетемін мен. Мен ұтып кетемін. А оны бермесе, ол ұтып кетеді. Уже сондай уақытта қалған жоқ, 7 секунд. Сосын мен жаңағы оценкамды дұрыс оценивать етпегеннен кейін, мен сол үшін сол жерде мен кішкене недовольный болдым. Өйткені менің енді өзім жасаған приемымды беру керек. Ол жасаған әдісім қазақ күресінің өзінің правиласы бар ғой, сол правилаға келіп тұр. Мысал үшін 4 аяқпен түскенде бүкіл оценкасын бере ма, ол правила жазылып тұр. Ол бала түсіп тұр. Бірақ бермей тұр. Соны мен оларға түсіндірім, олар айтады, перерив боқ қойды дейді ортасында. Енді құлақ білеткен адамда қандай перерив болады, өзіңіз ойласаңыз. А олар айтады, олар резко құлаған жоқ, жай құлады дейді. Енді ол сондай дауылмен кетіп тұр. Соның кесірінен күміс алып қалдыңыз. Соның кесірінен күміс алып қалдым. Соның кесірінен енді мен өкінбеймін, что может маған ол да дұрыс шығар, сабақта болған шығар. Енді ол жерде менің де может жаңағындай характерім кішкене енді сабырлық жетіспеген шығар. Иә, сабырлық жетіспеген шығар. Жаңағы енді әр палуан болғаннан кейін палуанның жаңағы характерсіз ол болмайды. Өйткені характері жоқтар ол күреспейді. Ол үлкен деңгейге бармайды. Ол өзі ана күрестің бір несі, правиласы. Балада характер болса, ол ұтылып жатса да ана баланы ұтам деп ол ұмтылады. А характер жоқ балалар, ол уже ұтылып жатса сынып қалады. Мен бәрі жете алмаймын, болдым дейді. Өзі беріле салады. Сондықтан жаңа тренерлерден де сұрасаңыздар, бапкерлерден сұраса, бапкерлердің бір бала таңдаған кезде сондай характермен баланы таңдайды. А жалпы енді Қазақстан барысы төрешілер сырттан алынады ғой, Жоқ, Қазақстан ішінен алынады. Өзіміздікі, иә? Өзіміздікі, бірақ жаңағындай мықты дегендерін таңдап алады ғой. Қаншалықты негізі адал? Енді мен сізге айтайын, бұл енді әрбір нәрсе бас кезінде кішкене шикіліктері болады ғой. Бас кезінде қателіктер болды. Оны енді ұйымдастыру жағынан. Ұйымдастыру жағынан кішкене қателіктер болады, жетіспеушіліктер болады. Ал қазіргі таңда Қазақстан барысының уже мен өз көзіммен қарасам да, басқа елдердің мнениясын тыңдасам да, уже қателік жоқ. Уже жаңағы дзюдоның тәртібі қалай, қазақ күресінде тәртібі сондай болды қазір. Бірдей. Қатал. Қазір ондай, мысал үшін, судьяның өзі бір анау інісі болып бауыры тартып тұра ма, ол судьяның өзін наказать етеді. Ол судьяның өзіне штраф салуға дейін барады. Судьяның айлығын бермей қояды. Если ол жаңағындай камерадан көріп қойса, сондай дәлелденіп тұрса, онда ол адамды шектейді. Ол қарамайды. Жаңағы тек спортсмен деп нетпейді, ол судьяның өзіне де сондай наказание бар қазір. Соның арқасында қазір нетті. Түзеліп, қазір тек андай, енді бұл үлкен жоба болғандықтан елбасымыздың атындағы ондай қателіктерді жібермеуге тырысады ғой. Сондықтан жаңағы Арман ағамыз осыны ол кісі қатты қолға алды да, жаңағы мынау төрешілерді шақырып алады, 3 күн бұрын. Сосын соткаларын алып қояды, ешкіммен сөйлестірмейді, әлі білмейді. Сол үшін ол жерде 10 төреші болса, 30 төреші шақырып алады да, сол қазір жарыс 12-де бастала ма, соған дейін айтпайды қайсы шығатын. Ол білмейді, пока таңдайды ішінен. Жарыс басталады деген кезде, сол кезде мін сен барасың шығасың дейді. Бітті, оларды уже басқа ешкіммен тақалтпайды, жаңағындай не болып кетпеу үшін. Ауырмашылық. Жалпы жребий қаншалықты әсер етеді?
Енді бұл жерде жеребе жаңағы ол ең басты нелердің бірі, өйткені сіз қандай мықты палуанмен кездесіп қаласыз. Финалға дейін. Финалдағы схватка мен бірінші схватка екеуі бірдей болуы мүмкін. Әлде бірінші схватканың несі көп болуы мүмкін. Өйткені сіз екі мықты палуан бірінші схватка кездесіп қалса, біреуі кетеді. Қарсыласқа байланысты. Қарсыласқа байланысты. Өйткені сізді жаңағы екі мықты емес, даже 4 мықты бір жерде тұрып қалуымыз мүмкін. Бірінші, екінші схватка кездесіп қалсақ, мықтылардың уже ұша береді. Финалда Ерасылмен күрестіңіз, е? Ерасыл расымен жарақат алып күресті ма финалда? Енді ол Ерасылмен енді мен сіздерге толығырақ айтып кетейін. Ерасылдың маған дейін келген схваткалар ауыр болды. Финалға дейін жолы қиындау болды, е? Иә, қиындау, шаршап шықты. Өйткені ол жаңағы бірінші схваткасы да ауыр болды, үшінші схваткасы ауыр болды, төртінші схваткасы да ауыр өтті ол баланың. Өйткені до конца күресіп шаршап өтті. А мен енді біз енді баяғыдан күресіп жүргеннен кейін мен өзімде де негізі өзім күрескенде ол мен тез ұтып тастағым келіп тұрады адам. Өйткені артына сен күрескім келмейді өзіме. Аз күш. Иә, ол өзіңізге де қолданып, оны тезірек нетпеді. А менде сондай жаңағы тез ұтқан кездесулерім көп болды менде. Мен шатыспасам Айбекпен ғана қойдым сол до конца күрескен. Мен Айбекке дейін шаршамай келдім. Көріп тұрмын өзім, енді мен спортсмен болған білем, оның шаршап тұрғанын. Ода ондай біріншіндей күші жоқ. Соны толық пайдаландыңыз. Оны мен уже ол маған жақсы болып тұр. Маған жақсы. Ол жаңағы енді оны ұтылма да жақсы. Енді мен жаңағы ақтықсында Ерасылға әдіс жасамаған себебім, өйткені мен жаңағыдай таза ұтқан жоқпын ғой. Салмағы көп басым болды о сіздікінен, е? Салмағы ол баланың 20 килограмм ауыр болды менен. Бірақ ол салмақ бұл жерде көп рөл ойнамайды. Ол қатты ауыр болған, ол тіпті жаман негізі қозғалысқа. Сәпсім жеңіл болған, ол да жаман күшіңіз аз болады. Сондықтан енді бұл жерде жаңағы Ерасылмен кездескенде мен енді бірінші бір Алла біледі ғой. Одан кейін енді өзім ішімде сезім болды. Ұтатын сияқты болып өзім сондай бір. Уақыты да келді, тәжірибеде жеткілікті. Иә, сондай бір. 6 жыл қатарынан қатыстыңыз, е? 6 жыл қатыстым. 6-шы жылым. 6-шы жыл ойнаймын. 5-ші жыл қатыстым. Биыл қатысасыз ба? Биыл Алла қаласа соған жаттығу бастап кеттік. Әдеттегідей сол шілде айында болады. Шілде айында. Қатысасыз. Алла қаласа. Сіз енді іріктеусіз барасыз ғой? Біз іріктеусіз барамыз, аха. Жеңімпаз ретінде. Жеңімпаз ретінде. Енді Ержан, көп елді көрдіңіз, көп жерді көрдіңіз. Жалпына инфраструктура жағынан осы дзюдодан қай ел дамып кеткен? Енді ең бірінші бұл дзюдодан дамып кеткен бұл жаңағы Япония. Біз ол жаққа жаңағы оқу жаттығуға бардық, көрдік, көзімізбен талай жарысқа да бардық. Ол жақта енді ол өте үлкен деңгейде дамып кеткен, ол үшін әлі бізге сондай болу үшін бізге әлі бір 20-30 жыл керек ол. Жалпы қазір елімізде зал жеткілікті ме балаларға? Зал қазір жеткілікті деп айтуға болады толығымен. Толығымен жеткілікті. Бірақ бұл жерде енді бір несі бар бізде. Дзюдо залы, қазақ күрес залы, самбо залы бір жерде болады. Кестесі қиын болады сондықтан, е? Менің бір өзімнің бір ойым, олардың бәрі жеке-жеке болған дұрыс та. Өйткені дзюдо мен қазақ күресін кішкене келеңкіремейді. Өйткені жаңағындай бір дзюдоны жай қарауға болмайды. Дзюдо ол үлкен жаңағы күннен күнге дамып бара жатыр. Ол тоқтатуға болмайды. Дамы беруіміз керек бізде. Сонда сол деңгейге жетеміз. Ол жаңағы даму деген жаңағы баланы, мен жаңағы Японияда оқу жаттығуда болған кезде енді көріп таңғалғандарымыз, татамиі қозғалып тұрады астында. Бүкіл татами жер кішкене қозғалып тұрады. Ол жаңағы равновесияға жақсы да баланы құламауға. Біз күресте ең бір не сол құламау ғой.
аяқта нық тұру. Сол анау аяқта нық тұруға көмектеседі. Кішкентай кезінен жатып тұрады солай, Иә, солай. Ал енді бізде қазір кішкене бір өкінішке енді бір несі, енді ондай бізде де болады деп ойлаймын. Қазақстанымыз дамып жатыр ғой. Оның бәрі түзеледі, бірақ зал жеткілікті, бірақ жаңағыдай бөлсе деп ойлаймын былай. Дзюдо бөлек, қазақ несі, жаңағы енді бәрі бір жерде болғаннан, ол жерде жаңағы кішкене тәртіпте болмай кетеді. Берекесі кетеді. Берекесі кетіп қалады кішкене. Кәсіби бапкер жеткілікті ма? Кәсіби бізде бапкер. Қазақ күресінен жеткілікті ғой енді, иә. Дзюдодан алатын болсақ. Енді оны шын айтатын болсақ, бізде жеткіліксіз ол. Бізге сырттан әкелу керек, әлі де әкелу керек. Сол бағытта федерация қандай жұмыс жасап жатыр бүгінгі таңда? Бүгінгі таңда енді дзюдода федерацияда бізде осы мынау Лондонға дайындағанда да бізге әкелді. Сырттан. Ол жаңағыдай ұзақ мерзімге әкелген жоқ, қысқа мерзім ғана әкелді да, ол кісілер қайтып кетті. Сондай бір бізге мынау ұзақ мерзімдегілер керек. Жаңағыдай 1 жыл, 2 жыл емес, жаңағыдай 2 олимпийский цикл дейді, 4 жылдан 8 жыл. Құрғанда 8 жылға әкелу керек. Сонда бала шығады. Ал 2 жылда үлгермейді ғой бала шығып. Енді сырттан келген бапкердің бәрі бір қазақ болмаған соң жаны ашымайды ғой. Әйтеуір жұмысын жасайды. Мүмкін қазақтың бапкерлерін сыртқа жаттығуға жіберіп, мысалы оқуға жіберіп, ондай жасалына ма? Ондай оқуға жіберіліп жатыр қазіргі таңда. Ол жаңағыдай, ол теория түрінде өтеді ғой. Ол кішкене жеткіліксіздеу да, оны практика жүзінде өткен ол әлде қайда жақсы. Енді мынау мен былай мысалы өз ойымды айта кететін болсам, мынау өзбектер, қазіргі таңда өзбектердің условиясы біздікіндей емес, Қазақстандікіндей. Төмен. Зарплата жағынан да балаларға, экипировка, шетелге шығу деген бізде кедергі жоқ қой Қазақстанымызда. Ал ол жақтарда кішкене кедергілер бар. Бірақ соған қарамастан олардың палуандары мықты. Негізі шын айтқан кезде. Бізден мықты. Қазақтан мықты. Сонда себебі неде, бапкерде ма? Себебі ол кісінің, мен өзім ойым енді, ол бір адам келісуі мүмкін, бір адам келісуі мүмкін, келіспеуі де мүмкін. Өйткені өзбектер 8 жыл Япониядан японец келіп дайындады оларды. Үзбей. 8 жыл дайындады. 8 жылдың ішінде өзбектердің тренерлері де үйреніп алды, оны ол кісінің тактикасын, несін. Өздері әбден үйреніп, көздері жеткеннен кейін ол кісіні қайтарды. Солай олар өз дзюдосын көтеріп алды. Бізде пока олай 8 жыл жұмыс істеген адам жоқ. Бізде 2 жыл жұмыс істеді, ол кісі қайтып кетеді. Оның себептерін білмеймін, неге қайтатын. Ол басшылар біледі. Енді өзім ойым, нем, әкелу керек бізге. Әкелу керек, тәжірибе алу керек ол кісілерден де. Вот кішкене болсын алуымыз керек. Ол шын бізге жаны ашмаса ашмай қойсын, бірақ оның өзінің жақсы нелері болады ғой. Енді біз о жақтан бір жұмыссыз жүрген бір тренерді әкелмейміз ғой біз. Біз әкелсек о жақтан мықты шыққан палуандарын білеміз. Соларды жаттықтырған бапкерлерді әкелеміз. Енді ондай бапкерлерді ұзақ мерзімге шақыруға мүмкіндік бар ғой елімізде, иә? Мүмкіндік бар. Жалпына енді ақша жағынан мәселе жоқ, иә? Ақша жағынан қазіргі таңда Аллаға шүкір, енді дзюдоға елбасымыз айтты ғой, дзюдо емес, спортқа. Үлкен деңгейде көзқарастары жақсы. Қай жағынан болсын. Мынау облысымыздан бастаймыз, облыс спорттан бастайды, бізге көмектеседі, қандай жарысқа жіберу керек. Облыс жібере алмаса, республика жібереді. Республика жібере алмай қалса, федерация жібереді. Ақша жағынан басыңыз ауырмайды. Ауырмайды. Енді мысалы ұлттық құраманың мүшесі болсаңыз, ай сайын қанша айлық төлейді? Енді бізде қазір дзюдода былай, сіздің атақ дәрежеңізге байланысты. Атақ болмаса, мысалы жас бала енді келсе, ол бала ең аз дегенде 250 мың ақша алады. Айына. Жетеді өзіне? Жетеді. Сосын атақ қосылған сайын қалай өзгереді? Енді ол жерде бұл бала бірінші Азияға барады, Азиядан орын әкеледі. Азияда орын әкелгеннен кейін бірінші орын алып келсе, федерацияның зарплатасы деген бар. Федерация қояды.
ол федерацияның өзінде жаңағы нелер 3-4-ке бөлінген. Оның енді жаңағы ең астыңғысын қойса да тағы 150 мың үстіне қосылады. Енді мен бұл жобамен айтып отырмын. Жақсы. Онда сұрақты турасынан қояйын, өсіп келе жатқан кішкентай бауырларымыз көреді, сіздерге еліктейді. Қазір сіз өзіңіздің атағыңызбен федерациядан қанша ақша аласыз айына? Мен енді дзюдодан алған айлығымды айтайын. Иә. Мен енді мынау қалай айтып кетейін, жаңағы мынау олимпиадаға дайындалып жатырдық қой, Лондонға. Лондонға дайындалып жатқан кезде менің айлығым 450 мың болған. 2012-де. 2012-де. Одан кейін мынау Риоға дайындалдық. Риоға дайындалған кезде жаңағы мен мынау Азиядан жаңағы 6 рет орын алып келдім. Сондай мынау дзюдоның енді 10 жыл жүрдім ғой. Жаңағы құрама командасында бірінші нөмір болып. Сол кезде менің жаңағы ең көп болған айлығым ол жаңағы 600 мыңға дейін барды. Одан кейін енді жаңағыда результат көрсетпей қалған кезде ол қиылады ақшаңыз. Төмендейді. Төмендейді. Бірақ енді ең азы, сол өзіңіз айтып отқандай 250 мың теңге. Жақсы. Енді осы 17 жылдың ішінде 14 машина көлік тізгіндепсіз, иә? Қазір өз басыңызда қанша машина бар? Енді қазір өз басымда бір-ақ машина бар, бірақ ол жаңағы машиналарды енді жаңағы 14 жыл мекен оны 14 машина. Бір сұхбатыңызда өзіңіз айтыпсыз, 17 жылдың ішінде 14 машина. 17 жылдың ішінде ол қай жыл айтқан екен? Түнгі студия бағдарламасында. Түнгі студияда. Қазір көп пе 14-тен? Мен де қазір шатыспасам 16 ғой деймін қазір. Жақсы. Қазір өз басыңызда бір машина. Қалғандар қайда кетті? Қалғандар ол жаңағы өзі орнымен біреуін енді алып келгеннен кейін ең бірінші машина кішкене ыстық болады, оны қалдырасыз. Енді басында қандай машина болды ең бірінші машина? Ол ВАЗ-07 деген бар ғой. Семерка дейді. Қай жылы? Так, 2006 ғой деймін. Қандай жарыста өттіңіз оны? Оны осы Қазақстанда ғой, Көкшетауда өттім. Көкшетаудың бір районның бір бәленбай жылдығы болды. Сол кезден өттім. Ол машина әлі бар қазір? Ол қазір жоқ, бірақ оны кейіннен сатып жүреді. Жақсы. Қалғандардың енді ағайын туыс бар. Иә, ол жаңағы бір машина жаңағы атамызға кетті, бір машина ағамызға кетті, қалғандарын енді саттым, оны сатып үй алдым, солай кеткен өзі. Жақсы. Қазақстан барысын ұтқаннан кейін облыс әкімшілік тарапынан пәтер берілді, сізге? Неше бөлмелі? Енді мен облыстан маған алдында мен өзі мынау жаңағы дзюдодан олимпиадаға барғам, оған дейін жаңағы самбодан мирдан 3-ші орын алдым. Сол кезде маған олимпиада, сол кезде маған 2 комнаталы үй берген. Енді осы жолы жаңағы әкім енді 1 комнаталы үй берейін, сонда 3 комнаталы болады деді ғой. 1 бөлмелі үй берді? 1 бөлмелі берді. Жақсы. Енді келесі сұрағымыз, өзіңіз бір сұхбатыңызда айттыңыз, ауылда мүмкіндік болмады күреспен айналысуға. Қазір жағдай қалай ауылдарда? Енді ауылдарда қазіргі жағдай, кейбір ауылдарда жағдай әлі де төмен, оны жасыратыны жоқ. Кейбір ауылдарда жаңағы енді жақсы ауылдарда бар. Енді жаңағы өзімнің ауылым Қарабұлақ. О жақта жаңағы адам саны да азайып кеткен, үйлер де азайып кеткен, жаңағы енді о жақта ондай мүмкіндік жоқ күреске жаңағыдай. Енді оғанда сұраныс та жоқ шығар, иә? Өткен бір 20 шақты үй қалды. Иә, 20 шақты ол жерде ол жақта қиын. Енді басқа жаңағы мынау мен өзім мынау шет районы ғой, шеттен. Шетке мен сол жақта енді жаңа туысқандарым бар, достарым бар, ағаларым бар десем болады. Сол жаққа мен барып тұрам. Сол жаққа барған кезде жаңағы дзюдо залына кірем ғой. Сол кезде енді бала деген енді Аллаға шүкір көп масқара. И бәрі жаңағындай андай мынау нелердің арқасыма деймін, жаңағы осындай ютубтардың арқасынан ба көреді. Осы Қазақстан барысы негізі брендқа айналып кетті ғой бұл турнир. Айналып кетті. Енді осындай жаңағы неден көреді да балалар. Жаңағындай сондай болам деп ұмтылады. Көп енді жақсы сондай бір өзім сондай көңілім толды.
Өйткені өзімнің достарым да бар, солардың балалары бар. Бәрі жаңағыдай біз ертең анау суббота жаңа Қарағандыға жарысқа барамыз, Алматыға барамыз. Солай бәрі сөйтіп бір керемет ауыл екен. Енді жақсы. Сонда өзім таңғалып қайттым енді. Енді ең бірінші барған солай таңғалдық қой, енді одан кейін уже күнде барамыз. Ол жер енді ол жақтан да мықты палуандар шығады деп мен сенемін. Енді өзіңіздің жоспарыңыз бойынша неше жасқа дейін күресесіз? Енді 35 жасқа дейін күресемін ғой, Алла қаласа. Бір жыл қалды демек. Бір жыл енді Осы жылы Қазақстан маршын ұтамын, сосын қоямын дейсіз. Алла. Сосын болашақта немен айналысқыңыз келеді? Бапкер боласыз ба? Әлде мүлдем басқа салаға кетесіз бе? Енді өзім ойым, енді Алла қаласа, негізі ондай нені айтуға болмайды дейді ғой. Алла қаласа енді өзім негізі енді өзім осындай бір кәсіпкер болғым кеп, и сонымен қатар өзім бір топ ашқым келеді балалардың, тренер сияқты, бапкер сияқты. Жаңағындай бір 20 шақты мекен, 30 шақты мекен балаларды алып, и жаныма өзіммен бірге тағы бір көмекші тренер алып, бірігіп, солай бір жаңағы 20-30 баладан бастап көрейін, Алла қаласа. Егер болса, кейін кәдімгі бір үлкен мектеп ашасыз, спорт мектебі. Әрі бір Алла біледі, жүріп жатса бәрін ашып, солай. Сонымен қоса жаңағыдай, енді сондай өзім кәсіппен айналысып, өйткені кішкене бір кәсіп бір нәрсемен айналыспасаңыз, ол баланы шығаруда кішкене қиын болып кетеді. Өйткені ол сборныйға іліккенше, ол балаға сіздің мойныңызда болады. Мен мойнымда болады. Енді ол сөйтіп айтуға болады, облыстан бөлінеді ғой, бірақ ол жеткіліксіз. Облыстың ақшасы, ол жаңағындай официальный жарыстарға ғана береді, чемпионат Қазақстан, Спартакиада. Күнделікті несіне берілмейді, бөлінбейді ақша. Күнделіктіге, сосын турнирлар дейді ғой, турнирларға бару керек, енді балалар. Ол турнирлардың арқасында өседі, опыт алмасады балалармен. Сондайларға кішкене кедергілер болмау үшін, сондықтан кішкене өзімде сондай ойым бар, жаңағындай, енді Алла қаласа бір кәсіпкер болып, сонымен қоса жаңағындай балаларды алып, оның ішіне өз баламды да қосып аламын. Жаңа сондай бір сөйтіп шығарсам ба деген ойым бар. Жаңа туып өскен Босаға ауылы, туған жерім. Ол жерде зал бар ма? Ол жерде зал бар. Ол ауыл, Босаға ауылы, ол үлкен, жақсы ауыл. Ол жерден қазір жас балалар шығып жатыр. Талантты көп шығар балалар, Балалар көп. Сондай балаларды қалай қолдайсыз? Сізге хабарласты ма? Маған хабарласады. Мен міне осы Қазақстанға кетіп бара жатсақ деп балалар хабарласады. Оларға көмектесіп жіберемін. Одан жаңағы міне осы бір ай бұрын ғана ғой деймін, сол біздің ауылымыздың баласы Қазақстанның жеңімпазы болып оралды. Енді Алла қаласа чемпионат Азиясына барады, мирына барады. Сол балаға осылай мен жаңағы тренері звондайды, осылай чемпион болды, құттықтап, сосын ол жаққа келгенде өзім тосып алып, тамақтандырып, әңгіме айтып, сол балаға кішкене тағы да дұрыс жол беріп, осылай істеу керек, осылай істеу керек. Мына жаққа келесің, Қарағандыдан әрі қарай өзім көмектесемін, қандай оқу жаттығуларға жіберу керек ол балаларды. Сол жағына да көмектесемін деп. Енді ол бала қазір енді өз ауылға барады да, ол бала айтады. Міне мен осылай Ержан ағамыз тосып алды, тағы кісілер тосып алды. Енді көмектесем деп отыр, сборға шығамын. Ол басқа балалар естиді, олар да солай ұмытылады. Енді ол бір жаңағындай тәрбие жағынан да ол жақсы. Енді ол өйткені өз басымнан өткен. Мен де сонда кішкентай күнде осы чемпион Қазақстан болмағанша ешкімге керегі жоқ сияқты болып көрінесіз. Ол күнделікті жүріп қайта бересіз. Сосын бір күн чемпион Қазақстан боласыз ба, уже сіздің алдыңызға бәрі уже келетін сияқты солай. Бірден бағыңыз жағып кетеді. Уже жаңағы үлкен басшылар да келеді, жай-жайдан жаңағы спорт маңайында жүрген. Ағаларың да келеді, жаңағындай спортивка береді, ақша береді, солай қызықтырады. Солай өстік қой, енді сол үшін мен өзім де білемін, сондықтан сондай балалар өсіп келе жатқан балаларға солай қазір де көмектесіп жүрмін енді Аллаға шүкір. Енді бірақ Алла қаласа енді осы күресті 100% қойғаннан кейін енді бір-ақ жыл қалды ғой. Одан кейін өзім осы жағын қолыңызға аласыз. Жалпы қазір балалар үшін, жас балуандар үшін елімізде ұйымдастырып жатқан турнирлар жеткілікті ме?
жеткілікті. Қазір өте көп, турнир көп. Таңдап барасыз. Таңдап барасыз. Қандай да қайсына барғыңыз келеді, мынау алыстау ма, мынау жақындау ма, мына жарысқа мықты балалар келеді, осы жерге барайық деп, сол сөйтіп барамыз. Енді балалар жіберсек те, өзіміз де барсақ та сөйтіп, енді андай мықты жерлерге барамыз да, балалар өсу үшін. Тәжірибе алмасу. Тәжірибе алмасу. Жалпы енді елімізді алатын болсақ, осы Қазақстанда қай өңірдің балуандары мықты? Енді бұл жерде енді Қазақстанның қазір мынау кішкене батыс, север Қазақстандар ғана кішкене әлсіреп тұрған. Қалған жақтардың бәрі мықты болғандар. Бірінен бір асып жетті. Оның ішінде енді мынау Қарағанды біздікі, оны енді мақтаған емес. Енді дзюдодан да конфедерацияны ұттық. Бұл уже нені айтады, ол дзюдоны мықты Қарағанды, бүкіл Қазақстан бойынша. Енді оны дәлелдеп беретін болсам, қазіргі таңда да, бұрынғы таңда да, біз Лондонға Олимпиадаға барған кезде 75 қой салмақты. 75. Соның 4-5-ін бардық қой Қарағандының балалары. Демек, бұл Қарағандының осы дзюдо болсын, қазақ күресі болсын мектебі мықты екен белгісі, иә? Енді ол кие осындай сұрақтар қойып жатқан кезде басқа жақтың адамдары нетіп жатады. Ол өзінің ауылын мақтап отыр, өзінің қаласын мақтап отыр, өзінің облысын мақтап отыр. Ол мақтаған емес, әрбір жақ бәрі мықты. Таразда Елдос Сметов бар, Алматыда Азамат Мұқанов бар, жаңағы Абдыразақ Руслан бар, Шығыста Айбек Нұрманов бар, олай бүкіл жақта бар. Бірақ жалпылай алатын болсақ, біздің Қарағандыда чемпион Мира бар. Бәрі бар, олимпийский чемпион. Қарсаңыз, біздің Қарағанды жалпыламай келген кезде біздің Қарағанды мықты. Ол жаңағы қай жағынан болсын. Мына қазақ күресінен де осы конфедерация болды. Бүкіл облыстардың ортасында. Сонда 2-ші орын алған. 3-ші орын алғанда біздің командалар. Жалпы енді Алла қаласа, келесі жылы осы облысымыздың атынан балуандар қатыса ма Олимпиадаға? Алла қаласа. Кімге үміт артып отырсыз ерекше? Енді үмітті бәріне артамыз ғой жай-жайдан, бірақ именно енді бұның ішінде енді өзіме кісіне ыстық болатыны ол дзюдодан бара жатқан палуандар ғой. Оның ішінде жаңағы Ислам Бозбаев. Өте мықты палуан. Ол бала береді деп ойлаймын өзім. Одан кейін жаңағы Жандос Смағұлов. Ол бала да мықты палуан. Осы екеуі берік болады деп ойлаймын дзюдода. Жақсы, енді басқа тақырыпқа алсайық. Өзіңіздің ойыңызша қазақтың жігітінде қандай үш қасиет болу керек? Енді бұл жаңағыдай бүкіл неде алған кезде ғой. Жалпы әр қазақтың жігітінде қандай үш қасиет табыла білу керек? Енді біз спорт жағында жүргенде бізге кішкене спорт жағынан айтқымыз келеді. Енді олай емес, былай жалпы айтатын болсам, енді бұл қазақта бізде ең бірінші кішкене жаңағы айттым ғой, енді біз спорт жағы болғаннан ба кішкене ойдаға да солай келеді. Намыс, кішкене намысты болуымыз керек. Мынау жаңағы бүкіл жақта айтып жатады ғой, сол үшін кішкене намысшыл келуіміз керек та, әрбір нәрсеге кішкене жаңағы біздің қарындастарымыз жағына қарасақ та, енді басқа жағына кетіп жатады, нетіп жатады. Елімізде дін жағынан да кішкене қазір басқа жаңағы неге кетіп жатқандар көп. Сирия жағына дейін. Енді соның бәріне кішкене әрбір қазақ бір намыс болу керек та, бір елімізге, жерімізге патриот болуымыз керек қой. Жақсы, енді мынандай бір сұрақ. Жалпы өмірдің өзі әр адам үшін үлкен күрес. Байқап отырсаңыз. Спорт жағынан емес, жалпы айтып отырмын. Сіз дәл қазіргі кезде кіммен күресіп жатырсыз және немен күресіп жатырсыз? Енді бұл сұрағыңызға былай жауап берейін. Енді мынау бұл өмірдің өзі күрес қой. Бұл өмірде біреуінің бағы жанып жатады. Енді біреу отылып жатады, біреу отып жатады ғой. Сондықтан енді сол отылып қалмау үшін, сол елден қалып қоймау үшін, ел қатарлы өмір сүру үшін
кішкене де болсын мынау қазақстанымызға кішкене еңбегіміз тиіп мынау кішкене қазақстанымыз гүлденуіне и содан кейін мынау жаңағы мынау енді өзімнің осы немде тұратын бір не мынау қазақстанымыздың жаңағы тәуелсіздігі маған енді өзім уайымдайтыным ертең жаңағы мынау Украина сияқты мынау Крым сияқты сондай болып кетпесе екен дегендей жаңағыдай бір ұйымшыл болуымыз керек та кішкене сол жағына күресуіміз керек жаңағы бәріміз бірігіп жұмылып күрессек ол не болады жақсы енді результат болады ал енді әрқайсысы бүйтіп жүрсе ол болмайды сондықтан енді мынау енді қазір күресті қойып кеткен күннің өзінде мен енді әрі қарай күрес жалғаса береді жаңағы мынау өмірмен күрес иә ол жаңағы енді кейбір болады күресті қойғаннан кейін кейбіреулер охранник болып кетіп жатыр енді ол жаңағы өмірдің тағдырына байланысты кішкене сондай жағына кет қалмау үшін менің күресім солай қазір кішкене күресті қойып мына жағын басқа осы өмірдің осы мынау ер қатарлы кеткенде сол орта тұсында кетсем деген сондай мен жаңағыдай өзімнің енді жаңағыдай кәсіп ашқым келеді солай енді мынау қазір мына елбасымыздың мынау ауыл жағына көп көмектесіп жатыр ғой мал шаруашылығына сол жағына да кішкене жаңағыдай кішкене өзі бүйтіп ойлансаңыз барып енді басында күресте жүргенде кішкене білмейтінмін енді кішкене қазір соның бәрін ойланғаннан кейін оказывается көп көмек жасап жатыр екен даже жаңағындай ақшалай да көмектеседі процент жағынан көмектеседі жаңағындай мынандай бір затты алып та береді тегін істесең болды только жаңағындай күресу керек бір нәрсе істеу керек амал жасау керек болашақта өзіңіз саясаткер болғыңыз келе ма енді жалпы саясатқа жақынсыз ба енді саясатқа енді біз жақынмын деп айта алмаймын өйткені мынау енді күрес жағынан кеткеннен кейін ба қазір ол ондай цель де жоқ та ондай жаңағындай саясаткер боламын или жаңағы облыстың әкімі сияқты ол жағында емес енді көп енді мысалы өзіңіз де білесіз ғой көп спорт шеберлері спортты аяқтаған соң саясатқа барады сізді шақырса барасыз ба мен енді қазіргі таңда да ондай жағына шақырып жатыр мен енді ол енді қалай айтсам болады қазір мен мүмкін сіз сияқты адамдар керек шығар саясатта спорттың кухнясын білетін іштей енді бізден өзі енді қазір бұл спорт жағына сол спортсмендер барып жатыр ғой иә бәрі спортсмен ол жерде білетін қазіргі таңда менің өзім қатарлас күрескен балаларым достарым бәрі осы жағында жүр осы жаңағы спорт облыстың спортын басқарып отырған балалар бар өзімен күрескен жаңағындай бүкіл сол спорт жағына кетіп жатыр енді мен де кетуіме болады қазір де кетемін мен қазір де барамын қазір де шақырып отыр бірақ мен ол жағына емес мен жаңағы өзім ойым жеке кәсіпкер болып сонымен қатар жаңағы бір группа ашып школа басында енді группамен басталады ғой жаңағы группа аламын алла бұйыртса содан сол группадан балалар шығарып одан әрі қарай школа ашып сондай бағытта жұмыс істегіңіз келеді осы екі бағытты жүргізсем ба деген ой енді ол әлі ол жоспар ғой бірақ міне басын бастап кеттік енді жаңағыдай кәсіпкер анау мынау деген сияқты енді кішкене жаңағы өмірмен жаңа өзі айтқандай күресу керек қой сол жақ мына жағымен де күресіп кеттік енді жай жайдан жақсы келесі сұрағымыз мынандай болсын өзіңіздің бойыңызда өзіңізге ұнамайтын қандай қасиеттеріңіз қандай қылықтарыңыз бар енді ондай бір моменттер болады ол жаңағы кішкене мынау күрес жағында күрес жағына ол қалай айтсам болады мына өмірде ол кішкене жаңағы дұрыс емес болып көрінеді маған күрес жақта дұрыс болып көрінеді енді ол жаңағы кішкене қызбалаумын да сол үшін мен осы өмірде жүрсем енді мен осы күнге дейін қазір түсіндім что ол ондай болмайды өйткені мен осы өмірде кішкене біреу бір нәрсе дұрыс істемей кетсе кішкене нетіп кетемін енді ашуланып қаласыз көтеріліп кетесіз иә бір мынау енді бізді менсінбей тұр ма деген сияқты болып кетеді ғой бір өзі бір адамда сондай қасиетім бар оны мен өзім енді
өзім іштей де түзеп жүрмін, кейде жаңағыдай ашуланып кеткенде ойыма түсіремін де тыя қалам, солай. Оны мойындап тұрсыз, білесіз. Білемін де оны өзім. Ал енді оның бәрі жаңа осы күрестен қалған нәрселер ма деп ойлаймын. Өйткені күресіп жатасыз ғой. Алады да біреу жалп еткізеді. Сол кезде қаным қайнайды менің. Мынау мені лақтырып мыжып жатыр енді. Бұны мен лақтыра алмайын ба деп. Сонымен төбелеспейміз ғой, бірақ төбелесіп күресеміз де. Ол жаңағы уже қарамаймыз, ол саусағы қайрылып кетті ма, уже солай күресеміз де. А бұл өмірде ондай уже болмау керек екен. Кішкене кішіпейіл болу керек бұл жақта. Бұл жақта біреу жаңағыдай өзіңе не істеп кетсе, оған ондай жауап қайтармай қойған дұрыс екен. Сабырлы болған дұрыс екен бұл өмір. Күресте ондай болмайды. Мыжып жатса, сабырлап сақтап тұра берсеңіз, ұтыласыз қаласыз. Енді бұл қасиет сол күрес жағынан қалып қойды ма деп ойлаймын енді өзім. Жақсы. Бейбіт Ыстырбаевпен жақсы араласамыз дедіңіз. Басқа балуандармен кіммен жақын араласасыз? Мен жақын араласатыным Азамат Мұқановты білесіздер ме? Жаңағы мынау дзюдодан мирда 2-ші орын алған, қазіргі таңда мынау республикамыздың жастар ұлттық құрама командасының бас бапкері еліміздің. Сол досыммен, сосын Руслан Абдыразақовпен жақсы араласамын. Енді бұл қазақ көзінен. Ұлан Рысқұл ағасы, ол полумен де жақсы араласамын. Сосын Еламан бар ғой, онымен де жақсы араласамын. Енді бәрімен жақсы араласам, бірақ ішінде осылар бір, сол жаққа барсам, сол болар күтіп алады, бірге жүреміз, осы жаққа келсе. Бұлай бәрімен де араласа береміз. Сәлеміміз дұрыс. Сәлеміміз дұрыс, бірақ балалармен мен енді жақынырақ. Жаңағындай, оларда жаңағындай мен барсам күтеді, олар келсе солай жақын араласамыз. Жақсы. Енді жанұяңызға келейік. Қандай әкесіз? Қатал сияқтымын негізі. Өйткені жаңағы балаларым кішкене бір нәрсе дұрыс істемесе, кішкене ұрысып саламын. Кішкене қаталдау қараймын, бірақ нетем, қалай айтсам болады. Мен енді сборда көп жүремін, келем ғой. Келген кезде бәрін еркелетемін енді, бас кезінде, біразға дейін. Одан кейін уже кішкене қылықтары болады, жаңағыдай дұрыс істемейтін, кішкене ұрысып қалады. Сонда енді өзіме ол біліне қоймайды, бірақ әйелім айтып жатады да, кішкене сен қаталсың деп, балаларға қаталдаусың деп. Енді ол өзім ойлаймын. Енді әке сондай болған дұрыс шығар. Өзім де ойлаймын, солай дұрыс шығар деп. Кейде қатты да кетіп қалып жатамын. Енді ол кезде жаңағы айтып жатады жаңағы. Жалпы күрестен басқа бос уақытыңызда немен айналысасыз? Күрестен мен енді жаңағы сіздерге айтып кетейін. Негізі бос уақытымда мен өзім жаңағы неде жүргенді жақсы көремін. Өзімнің күресте жүрмейтін, осы араласатын достарым бар ғой. Солардың арасында жүріп, солармен бірге жаңағыдай, солар не істеп жатыр екен, солармен бірге соны істеп, солардың шаруаларына араласам да. Қарапайым адам тірлігі. Иә, солармен нетем. Мысалы үшін біреуі жаңағыдай, қалай айтсам болады, жаңағы мынау қазіргі таңда кішкене мал шаруашылығымен айналысып жатырмын. Ол жаңағы бір досым айналысады. Соған еліктеп айналысып кеттім. Сосын жаңағы бір досым жаңағыдай, қалай айтсам болады, мынау жеке кәсіпкер дейді ғой. Соған да барып, сонымен де соның нелерін алам да. Керек, маған өзім керек қандай нәрселер бар, соларды алып, соларға мен араласам. Бұл күрестен басқа уақыттарда. Сосын жаңағы достарымызбен жаңағы неге природа дейді ғой, природаға шығып демаласыз. Демалғанды, жаңағы охотаны қыстың күні, жаздың күні. Аңға шығасыз. Аңға шыққанды жақсы көреміз. Ең үлкен олжаңыз қандай болды? Енді ол жерде бізде айтуға болмайды десеңізші. Айтуға болатыны бар, болмайтыны бар дегендей. Болатынын айтыңыз. Енді ол біз елікке шығамыз, лицензиясын аламыз да. Бұрын 25 мың болатын, қазір кішкене қымбаттап кетті. Бірақ сондай лицензиясын сатып аламыз да, 25 мыңнан үлкен ақша емес қой. Соны сатып аламыз да, шығамыз.
ол шыққанда ала алмай қалуымыз да мүмкін, алуымыз да мүмкін. Ала алмасақ та оның өзі бір демалыс болып кетеді. Ол да бір қызық қой, иә. Иә. Жақсы. Алла қаласа 10 жылдан кейін өзіңізді қалай елестетесіз? Енді оны бір Құдай біледі. Тек жақсы жағынан елестетеміз ғой, енді бір Біріншіден кәсіпкер ретінде, жаңағыдай бір бапкер болған болсам, бір мықты палуан шәкірттерім шығып, бір болады ғой, жаңағы сол балаларымды бір олимпиадаға алып бара жатсам, бір бақыт қой, жақсы. Жақсы. Енді соңғы сұрағымыз осы бағдарламамыздың рухани жаңғыру қалай түсінесіз сіз? Ол елімізге, халқымызға, өзіміздің қазақтың мысал үшін нелері бар ғой, жаңғырту керек та, нелерін, дәстүрін, салтын үлкен деңгейде өткізіп, енді оларды дәстүр қайын мынау спорт жағы болсын, қай жағынан болсын, оны біз қазақ үшін ол үлкен деңгейде тұру керек. Сонда ғана біздің халқымыз өз-өзін сезінеді да, біз осындай енді мықты халықпыз дегендей. Қазіргі таңда көбісі Европаға еліктейді, Европаны қарайды да Қазақты салыстырады, Қазақстан төмен деп. Олар дамып кете берсін, ол может дұрыс жағына баратқан жоқ шығар, может басқа жағына баратқан шығар, оны бір Құдай біледі. Бірақ біз өзіміздің салтымыз, дәстүріміз, мынау ең бірінші бір шаңырақтың астында үйіп тұруымыз керек. Үйімшіл болуымыз керек. Нелерге берілмеуіміз керек. Көтерілістер жасап жатыр ғой, мысалы үшін қолдан. Бұл көтерілістердің аяғы білесіздер ғой, не болып кетеді, үлкен дау болып кетеді. Ол мемлекетіміздің ертең мемлекеттің өз шеше алмайтындай жағдайға жетіп кетеді ол. Сондықтан осы мен өзімнің ойым осы рухани жаңғыру деп осындай нелер шығарып жатады ғой. Соның бәрі осы қазақтың санасын оятып, өзіміздің ұмытылып кеткен дәстүрлерімізді, соны ұрпағымыз бәрі осы жылғы қазіргі рухани жаңғыру болып жатыр. Қазіргі осы есі білетін балалардан бастап үлкен қарттарға дейін соның бәрі бір бастарына жаңарады. Миларында қалады. Балалардың енді осы рухани жаңғырумен біз ат жарысқа бардым мен, Бекболат ағамыз шақырып. Сол жерден құттықтадым, награждениеға қатыстым, жюри болдым. Сол кезде енді қарап отырсам, халықтардың бәрі енді кейбіреулер білетіндер бар, білмейтіндер де бар. Білмей кеп нетіп отқандар бар. Енді ойына түсіп, кішкене соны сезініп, оның бәрі дұрыс бағыт деп ойлаймын енді өзім. Кішкентай баламыздан үлкен қартымызға дейін кішкене патриот болып. Жақсы, енді жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз сөзіңізде. Көп мысалы балуандар спортты тастаған кезде күзетші болатындар бар. Демек бұл спортты тастаған соң мемлекет ешқандай қолдау көрсетпейді балуандарға, иә? Енді бұл жерде мен толығырақ айтып кетейін. Енді біз палуан болғаннан кейін, спортсмен болғаннан кейін, біз спортқа кішкентай күнімізден кеттік қой. Енді ол жасырын емес, мектепте де дұрыс оққан жоқпыз. Университетте де дұрыс оққан жоқпыз. Ондай уақытта болған жоқ. Иә, уақытта болған жоқ. Өйткені біз күніне 2 мезгіл тренировка, жиында жүреміз. Онымен енді шама келгенше бірге алып жүреміз деп ойладық, бірақ ол кезде кішкене жаспыз, сабақтан қашып кетесіз, соның бәрі ол дұрыс емес, бірақ жас болғаннан кейін білмейді екенсіз соны. Қазір біліп отырмын, сол кезде барып, не болса да, кішкентай болса да сол сабаққа бара салу керек еді ғой. Жарты сабағына қатыссам да, жартысынан кетіп қалсам да, жартысын алып қалатын едім ғой деген сияқты. Біз ол кезде енді жас болғаннан кейін кете бердік қой. Сондықтан спортқа келеміз, спортта профессионально қатысқаннан кейін кішкене енді білім жағы төмендеу болады, жасырын емес, қай спортсмен болсын. Содан осы өмірге өзіңіз айтыңыз ғой, күрес деп.
сол күресіп кету қиын болады да кішкене. соның кесірінен сосын жұмысқа орналасу қиын. Жұмысқа орналасу қазір барып жаңағы спорттан жаңағы профессионалға қатысты жасы келді, қойды. Жасы 35-те. Әлі жап-жас жігіт. Қазір барып акиматқа кіргізсеңіз, ол не жұмыс істейді былай қарасаңыз? Оның басында түгі жоқ. Ол жазауы да білмейді дұрыс. Қателіктері болады. Оның бәрі түзеледі. Оған кішкене жаңағы үкімет тарапынан жаңағындай өзің айтқандай бір не болса, кішкене сондай көзқараспен қарайтындай кешіріммен қарас. Иә, кейбір кезде мысалы үшін органдар жағына кетіп жатады. Ол жақта кешірмейді ғой. Ол сіз қателік жасасаңыз, ол ертең біреудің өмірі болады. Сондықтан өзім ойлаймын енді ол спортсмендердің бәрі ондай деп те айтуға болмайды. Бар ішінде сборда жатқанда да кітап оқып жататын балалар, жаңағындай жақсы балалар бар. Бірақ просто бас кезінде кішкене қиын болады екен ол. Содан кішкене балалардың беті қайтып қалады да, жаңағы, мен істей алмаймын. Мен қазір барамда ана жерге барып жұмыс істеймін, кішкене қате жіберіп қойсам, өзімнен 10 жас бала бетіме қарап күліп тұрса, кішкене намысшыл болады, ұят нәрсе қойшы құрсын, мен лучше мына жағына жүре берейін деп. Жалпы мына спорттан кетті балуан. Атағы үшін мемлекет ақша төлей ме? Атағы үшін төлемейді. Спорттан кеткен соң төлемейді. Спорттан кеткеннен кейін атағы үшін төленбейді, бірақ сол спорт, қай спорттан кеттің, сол спорттың федерациясы бар. Сол спорттың федерациясынан жаңағындай жұмыс сұрап барсаң, көмектеседі. Енді мен бүкіл федерацияны айтпай қойын, дзюдода солай. Дзюдода, сол үшін қазір мен дзюдоға барсам, федерациясына мен осылай спорттан кеттім, жағдайым болмай тұр, мен бір жерге жұмысқа ниеттесеңіздер, олар алады. Ол облысқа айтса да, енді солай нетуге болады. Енді жаңағы, енді спортта көбісінің бағы жанып кетпейді ғой. Соны айтам. Көбісі жаңағындай өз жағдайын жасай алмайтынға кеп тоқталады да, спортта болмай қалды. Мына өмірде де кішкене дұрыс. Енді солар не істейді? Жаңағыдай өзіне айтып отырмын ғой. Сол үшін қойып отырмын сол сұрақты. Осы балалар осы балалар. Мына жағына жаңағы оңай жағына, оңай жағына. Осы балалардың өзі жаңағы федерацияға барып, кішкене ізденіп жіберсе, ол бала кетіп қалуға болады. Істеп кетуге. Просто сол кезде спорттан кеткенде бір кішкене бір қиындық тұрады, сол қиындықты жеңіп кету керек қой. Жаңағы өзің айтады, күресуіміз керек. Көп балалар күреспей қалады да, қалып кетіп жатады. Ол жағынан жаңағындай жетектеп алып барып, үкімет көмектеспейді. Айлық төлеп, ондай жоқ, ондай по-моему әлемде де жоқ шығар. Жақсы. Жақсы, Ержан, көп рахмет. Осылай алтын уақытыңызды бөліп, бүгін осы жерге келіп, сұхбат беріп, өте бір көрермендеріміз үшін шынайы, ашық әңгіме болған сияқты. Енді біз өз тарапымыздан сізге сәттілік тілейміз. Облысымыздың намысын қорғайды екенсіз. Қазақстан барысын 2019 ұтуға тілектеспіз. Алла қаласа енді Қазақстан барысы турнирінің 2 дүркін чемпион ретінде сізден сұхбат алайық келесі жолы. Рахмет. Көп рахмет сізге. Рахмет, сіздерге рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.